Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы манжеталар мен жеңдерді өңдеу. Ең алдымен жең дегеніміз, жеңге тоқтала кетейік. Сырт киімдердің жеңдердің конструкциясы мен әрлеуіне қарай әртүрлі болады. Пішілуіне қарай жеңдердің қондырылған, тұтас пішілген, реглан және аралас деп бөледі. Жеңдегі тігістер санына қарай бір тігісті, екі тігісті, алдыңғы және шынтақ тігістерімен, үстіңгі және астыңғы тігісімен, үш тігісті деп бөлінеді. Жең әрлеудің әртүрлі болады. Бедерлер, қымтаулы тігістер, қатпарлар, белдікшелер, оймақ іліктер, паталар, манжеттер, қайырма және қайып тігілген және тағы басқа. Ең бірінші суретте көріп тұрғандарыңыздай, жеңнің ең жоғарғы қабаты жеңтік қойығы. Ортадағы екі сызық алдыңғы бүкпе және шынтақ бүкпесі. Сонымен қатар мән беріп қарасаңыздар, суретте жеңді қалай ылғалды жылу өңдеу операцияларымен өңдеу көрсетілген. Мына екі ылғалды өңдеу операцияларының атауын сіздерге білу қажет. Сонымен біздегі суреттегі жеңнің түрі бір тігісті, Б суретімізде алдыңғы және шынтақ тігістерімен, В суретіміздегі үстіңгі және астыңғы тігісімен, және Г тігісте үш тігісті жең сіздерге көрсетілген. Сонымен ең бірінші алдыңғы және шынтақ тігісі бар екі тігісті жеңдерді қалай өңдеу керек екенін ескере кетейік. Яғни біздің жеңнің пішім бөліктері бірінші көріп тұрғандарыңыз бұл жеңнің үстіңгі бөлшегі, екінші жеңнің төменгі бөлшегі және үшінші желімсіз мақта маталы немесе желімді төсемелі бар материалдан етегіне арналған төсеме. Жеңнің үстіңгі бөлшектерін алдыңғы қиықтары бойынша созу. Жеңнің үстіңгі бөлшектерін өңін ішіне қаратып қабаттайды. Үстелге жеңтік қойығын оң жаққа, алдыңғы қиықтарын жұмысшыға қаратып жояды. Және егер конструкциясына үйлессе, алдыңғы бүкпе сызығына дейін созады. Алдымен шынтақ сызығынан жең етегі жаққа, содан соң шынтақ сызығынан жең төп жаққа қарай созады. Біткен соң бөліктерді айналдырады және операцияны қайталайды. Ескерту: жеңнің алдыңғы қиықтарын, үстіңгі бөліктерін алдын ала созбай қайындау да мүмкін. Мұндай жағдайда қайындаған кезде төменгі бөлшек қонымдылығын бақылау белгілерінің арасынан тігеді. Шынтақ сызығын деңгейінде алдыңғы тігістерді айыра тіктеген кезде жеңнің үстіңгі бөлшектерін алдыңғы бүкпе сызығына дейін созады. Көлемі тігілген қонымдылық көмегімен болады. Жеңнің үстіңгі бөлшектерін созудың дұрыстылығын тексеру. Жеңнің үстіңгі бөлшегіне алдыңғы бүкпе сызығымен қайыра бүгеді. Егер созу дұрыс болса, онда жең үстелде тегіс жатқан кезде алдыңғы бүкпе сызығы жеңнің үстіңгі бөлшегінде алдыңғы қиықтарына параллель болады. Және созылған бөлшектің етек қиығы жеңнің үстіңгі бөлшегінің етек қиығына сәйкеседі. Жеңдердің алдыңғы қиықтарын біріктіру, жең бөлшектерінің біріккен алдыңғы қиықтарын олардың өңін ішіне қаратып, тік көктеу ине шаншымы арқылы қиықтардан 0,9 см арақашықтықта көктейді. Ине шаншым ұзындығы 1,5 см, 1 см енді тігіспен жеңнің үстіңгі бөлшектерімен қайындайды. Сол жең үстінен төмен, ал оң жең төменінен жоғары қайымдалады. Жеңдердің алдыңғы тігістерін айыра тіктейді. Жең ұзындығын анықтау. Жеңтүп жоғарғы нүктесінен жеңнің үстіңгі бөлшегінің ортасы бойынша жеңнің ұзындығы жеңнің жең ойығынан қондырылған қосымша әдіпті қосқан мәнді алып қоя тұрамыз 1 см. Және қосымша сызба үлгі арқылы, егер жеңде оймақ тілтек болса, онда оймақ тілтектің сызығын белгілейді, етектің қайырылған жер сызығын белгілейді. Жең етегіне төсеме төсеу. Төсеме желімді немесе желімсіз материалдарына төселеді.
желімді төсемемен жең етегінің қайрылған жерін қосарлайды. Төсеме дайын кейіндегі етек сызығына 0,1-0,2 жетпейді. Желімсіз төсеменің бүйір қиықтарын жеңнің шынтақ тігісіне шығуы керек. Төсеменің ортасына бір тігіс жолақпен қиғаш жөрмейді. Төсеменің үстіңгі қиығын өңнің білінбейтін айқас пішінді ине шаншым арқылы немесе машинамен жасырын ине шаншым арқылы жеңге бекітеді. Жеңнің шынтақ қиықтарын біріктіру. Жеңнің үстіңгі және астыңғы бөлшектерін өңнің ішіне қаратып қабаттайды. Тік көктеме ине шаншыммен 1-1,5 см шынтақ қиықтарын жеңнің үстіңгі бөлшегінен пайда болған шынтақ аумағында қонымдылықпен көктейді. Қонымдылықты жиі үтіктейді. 1 см енді тігіспен жең бөлшектерін қайымдайды. Тігісті арнайы жастықшада айыра үтіктейді. Жең етегін желімді төсемемен жең етегін өңдеу. Жең етегінің қайрылған жерін теріс жағына бүгіп көктейді, үтіктейді. Жең етегінің қайрылған жерін киім-кешектің өңіне білінбейтін ине шаншыммен астарлап тігеді немесе шынтақ түбінен тігіс арқылы бекітеді. Уақытша тігіс жолағын сөгеді, қайтадан үтіктейді. Ең соңғы операция желімсіз төсемді етекті өңдеу. Жең етегі белгіленген сызықпен қайыра бүгеді және етектің қосымша әдібін тік көктеме ине шаншым арқылы етек сызығынан 1,5 см алшықтықта бүгіп көктейді. Ине шаншым ұзындығы 2 см. Үтіктейді. Етектің қайрылған жерін астарға қиғаш ине шаншыммен астарлап тігеді. Ине шаншымның жиілігі 1 см-ден 2-ге дейін жетеді. Жең етегі арнайы жастықшада теріс жағынан үтіктеледі. Содан соң алдын ала көктелген тігісті сөгіп тастап бүкіл жеңді үтіктейді екенбіз. Келесі бізде шынтақ тігіс, яғни бір тігісті және үш тігісті жеңдерді өңдеудің ерекшеліктерін атап өтеміз. Бір тігісті жеңді өңдеу екі тігісті жеңдердің үстіңгі тігістерімен өңделген тәрізді өңдейді, бірақ үстіңгі қиықтарын қосатын операцияны орындамайды. Үш тігісті жеңдерді өңдеу. Жеңнің үстіңгі қиықтарын біріктіру, жеңнің алдыңғы және шынтақ бөлшектерін өңнің ішіне қаратып қабаттайды және көктейді. Тігіс ені 0,9 см. Үстіңгі қиықтары 1 см енді тігіспен қайындайды. Тігістерді айыра үтіктеу және жеңнің үстіндегі бөлшектерді ылғалды жылумен өңдеу. Тігісті екі тәсілмен өңдейді. Ортасынан ашық шетіне қарай, ортасынан етек қиығына қарай. Бірінші және екінші әдіс. Жеңді алдыңғы қиығы бойынша созады, шынтақ қиығы бойынша шынтақ аумағына жиі үтіктейді. Алдыңғы қиықтарды біріктіру жең бөлшегін техникалық шартқа сай көктейді және қайындайды. Тігістерді айыра үтіктейді. 5-19 екінші тарауша жең ұзындығын анықтаймыз. Жеңнің үстіңгі және төменгі бөлшектерін өңнің ішіне қаратып қабаттайды және үстіңгі бөлшектің қонымдылығын қоса қиықтарды шынтақ аумағына көктейді. Қиықтарды 1 см-ге енді тігіспен қайымдайды, тігісті айыра үтіктейді. Жеңдердің етектерін техникалық шарттарға сай өңдейді екенбіз. Енді сіздерге берілетін үй тапсырмасы. Бірінші, жеңді өңдеу кезінде қандай ылғалды жөндеу операцияларын орындалады? Бұл сіздерде осы видео сабақ бойынша бірнеше рет айтылып өтті. Екінші, іс жүзінде жеңді өңдеу неше кезеңнен тұратын жайлы схема құрастырыңыз. Бұл схема екі тігісті жеңге және бір тігісті, үш тігісті жеңдердің түрлеріне арнайы жасалуы қажет. Үшінші тапсырма, үйдегі киім-кешектердің жеңнің тігісіне қарай бөлінген 4 түрін және пішіміне қарай бөлінген 3 немесе 4 түрін тауып, фотоколлажды видео жасаңыз. Әрбір жең түріне тоқталып, сипаттама айтып өтуіңіз қажет. Және жеңнің суретін түсірген кезде оның жарық және тігістері көрініп тұрғанына көз жеткізіңіз.
Сіз орындалған тапсырмаларды маған WhatsApp, email немесе Google Classroom желілері арқылы жауапты жібере алады екенсіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.